Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жабық пицца дайындаймыз. Бізге керекті заттар өте оңай. Бізге керек бір дана қызанақ, соны дөңгелек етіп 5 данасын тураймыз. Тавамызды қыздырып, оған майымызды құямыз. Енді қызанағымызды саламыз. Қызанақ салып болғаннан кейін 2 дана жұмыртқамыз ыдысқа салып, жарып, оны жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған қызанағымыздың бетіне жұмыртқамызды құйып, оның бетіне сырымызды салып болғаннан кейін лавашымыздың бетіне жауып, асты үстіне қуырып аламыз. Енді піскен пиццамызды ыдысымызға салып, оған жанына қаймақ салып, аскөгімізді сеуіп, мен жанына ащы салат қойдым және соленый огурцы салдым, қиярымызды. Енді дәмін көреміз. Жабық пиццамыз өте дәмді, өте тәтті ас болсын.